Баршаңызға қайырлы күн. Оразаның екінші күніне жеңіл әрі өте дәмді фрикадельки супын дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Бізге ол үшін ет қажет болады. Сіздерде егерде дайын майсыз фарш болса, фарш қолданасыздар. Менде ондай фарш жоқ болғандықтан осындай етті турап дайындап алдым. Және де 2 пияз, 3 чесногымызды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Барлығын осы ет тартқыштан өткізіп жібереміз. Пиязды да, сарымсақты да барлығын. Ет тартқыштан өткізіп алынған фаршымыздың үстіне бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Мендегі жұмыртқаның көлемі орташа, үйдің жұмыртқасы, және де дәміне қарай тұз бұрыш қосасыздар. Менің етім өзі тұзды болғандықтан тұз қоспадым, тек бұрышты қосып, жақсылап араластырып, ең соңынан осылай видеода көрсетілгендей жақсылап ұрғылайтын боламыз. Біздегі фрикаделькіге арналған фарш дайын. Енді сорпасын дайындаймыз. Ол үшін қазанымызға аздап май құямыз. Ұсақтап туралған орташа пиязды салып, жақсылап 2-3 минут аралығында қуырамыз. Кейін үстінен үккіштен өткізілген сәбізімізді салып, тағы да жақсылап сәбізіміз өлгенше жақсылап қуырып аламыз. Үстінен жарты ас қасық томат пастасын салып араластырамыз. Орташа 4 бұрышталып туралған картоптарымызды салып, араластырып, дәміне қарай тұздарыңызды және де өздеріңіз қалаған дәмдеуішті қосуға болады. Мен хмели сунели дәмдеу үшін кішкене ғана қосып жібердім. Енді осыны жақсылап араластырып, үстінен суық суымызды құямыз. Мен шамамен 3-3,5 литрдай су құйдым. Араластырып, бетін жауып, қайнағанша қалдырамыз. Біздің сорпамыз қайнап шыққанша біз фрикаделькаларымызды жасайтын боламыз. Міне осынша өздеріңіз қалаған кішкене орташа көлемде домалақтап, барлығын осылай домалақтап шығасыздар. Міне осылай фрикаделькаларымыздың барлығын осылай жасап шықтым. Астына, видеосына құрамын барлығын қалдырып кететін боламын. Осы кезде біздің сорпамыз қайнап шықты. Сорпа қайнағаннан кейін бірден осы фрикаделькаларыңызды саласыздар. Барлығын салып алғаннан кейін қақпағын толық жаппай қайнағанша қалдырасыздар. Қатты қайнап шыққаннан кейін үстінен осында көбіктері шығатын болады. Оны осында қасықты немесе сүзгіштің көмегімен міндетті түрде алып тастаңыздар. Құрметті менің оқырмандарым, алдағы шығатын рецепттерімді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар, және де түсінбеген сұрақтарыңыз бойынша комментарийға жазыңыздар. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Осылайша барлық көбігін алып шығасыздар, және де сорпаның дәмін көріп, тұзы жетпесе тұзын салып, бетін жауып, баяу отта бүлкілдетіп, жарты сағат көлемінде қайнатып дайындап аласыздар. Осымен біздің өте дәмді жеңіл асымыз дайын. Қаласаңыздар, майда сұлтанның вермишелін қосып жіберсеңіздер болады. Азымыз сол кезде сорпаларыңыз кішкене қоюырақ болатын болады. Қалауларыңыз бойынша тағамның бетіне өздеріңіз ұнататын ас көктерді сеуіп ұсыныңыздар. Ас болсын. Сіздермен болған Ақбота. Назарларыңызға көп рахмет.